Армысыздар, ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері. Күн шығылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шоқтаңында дидарға ұшып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Жылдар мұнау жасыңды санай берген, күндер мұнау боз қырау самай берген, көңіл мұнау жастық шақ келер ме деп, жүз болара артына қарай берген демекші. Пайымдаған болсаңыз, бүгін Төмен Шыршық ауданындағы мұнау киелі қара шаңырақтан бұдан бірнеше 10 жыл бұрын жан-жаққа қалықтаған қарлығаштардың кездесуі жайлы сыр шертпекпіз. Көріп, тамашалаңыздар. Өткен ғасырдың алғашқы ширегінде бой көтерген мұнау киелі қара шаңырақ осы күнге дейін ауыл балаларының білімді, тәрбиелі, жан-жақты кемелденген азамат болып есею үшін қызмет етуде. Бұл осындағы білікті педагогтардың міндетін мінсіз атқаруының арқасы әрине. 21 мектептің коллективінде 25 оқытушымыз бар. Соның барлығы али мағлұматты. Жоғары тайфалы оқытушыларымыз бар, 4 оқытушымыз, бірінші тайфалы оқытушылар. Осымен бірге оқытушыларымыздың еткен еңбектері оқушылармен көрініп жатыр. Оқушыларымыз пән олимпиадаларында жоғарғы орындарға еге болды, және мектепте тұман басқышында өткізілген шет тілі бойынша тәдбірде мектебіміз 3-ші орында алып, 50 миллиондық ваучерге еге болды. Бұл да біздің еңбегіміз нәтижесі болып көрінеді, жемістері. Бокс бойынша, спорт бойынша да көп көңіл бөлеміз. Оқушыларымыз валаят олимпиадаларында қатысып, дипломдармен, медалдармен тағдырланған. 12 оқушымыз бітірген. Соның кәсіпке бағдарлау бойынша алынған нәтижесінде 8 оқушымыз Құда қаласа жоғары оқу орындарына құжат тапсыруға дайындалып жатыр. Мектеп оқытушыларының арасында халық тағылымы алач наградасын алған психологымыз бар, Төлебаева Анар апайымыз бар. Өзімде халық ағарту үздігі мақтау несін алғамын. Гүлбақар апайымыз бар, Ахмедова Гүлбақар апайымыз. Ол да халық ағарту еңбегінің озаты деген награда алған. Көптеп оқытушыларымызды атап өтсем болады. Тағы да сертификат бойынша, милли сертификат бойынша, ағылшын тілі бойынша Тұрсынхан Бақытжан ағайым, информатика пәні бойынша Тұрлыбеков Ивағожа ағайымыз, орыс тілі пәні оқытушымыз Күденов Жамалдың ағайларымыз сол 50%-ді ұстама хақ алады. Қазір барлық сабақтарды жаңа технологиялардан пайдаланып өтеміз. Қазір барлық оқытушыларымыз слайдпен, проектормен жаңа технологиялардан пайдаланып сабақ өтеді. Біздің алға қойған мақсатымыз келешекте мектепті бұдан да жоғарға көтеріп, ауылымыздың жастарын үлгілі профессор, академик, елге қызмет істейтін адал жандар қылып тәрбиелеу. Ынтымағы жарасқан ауыл азаматтары жылда кемелденген киелі ордада бас қосуды әдетке айналдырған. Биылғы соңғы қоңырау жылдағыдан ерекше өтті. Өйткені кездесуде мектептің алғашқы түлектері көш бастады. Яғни бұдан 50 жыл бұрын алғаш қанаттанған қарлығаштар мен 40, 30, 20 жылдық түлектер бас қосты. Кездесу құтты болсын аға, қандай сезімде тұрсыз? Не есіңізге түсті? Есімге көп нәрсе шықты. Жастық уақытымыз, қуанышты күндеріміз, қолға үшке ұстап абайларымызды көріп жүрсім шүкеліз. Өзіміздің қуанышымызды жеткізе алмаймын. Бізден кейінгі балаларды көріп қуанып отырып. Сонша сезімізді, абайларды, ағайларды көріп сезімізді отырмыз. Өмір өтіп кеткен өмір екен. Оны бізді білмей қалар екенсің. Қалай өтіп жатыр, қалай болып жатқанын өзімізді білмей қалар екенсің. Ортақтарымды көрдім. Түрлі жерлерден келіп жатқан ортақтарымды, достарымды, класстастарымды көріп өте қуаныштымын. Барымыз осы жердеміз, біреуміз Шымкенттен, біреуміз Алматыдан келіп жатқанбыз. Осы мейрамдарымыз құтты бола берсін. Бұдан кейін бұл шара бізге қажет. 40 жылдық 50 жылдықтар бола берсін. Міне ағай апайларымызды көріп отырмыз. Бәріне рахмет. Биылғы бітіріп жатқан аға інілеріме, қарындастарыма айтатыным. Құда қаласа жақсы оқу орындарына түсе берсін. Сіздердің жолдарыңыз Өзбекстан Республикасын дамыта берсін. Біз сияқты біздің жолымызды бере берсін оларға. 86 жылғы түлек. Біздің мектебімізде әр жылы 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық түлектерді қарсы алып, оқушыларымызға үлгі ретінде олардың еткен еңбектерін, қызметтерін оларға үлгі ретінде көрсетіп, осындай үлкен тәдбірлерді ұйымдастырамыз. 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз.
дене адал, білікті де білімді ұстаздар тәрбиелеген шәкірттердің арасында таңдаған кәсібінің білгір мамандары аз емес. Олардың арасында қазірде елдің абыройын арттырып, көптеген саланың дамуына үлесін қосып жүргендері көп. Осы мектепте 1974 жылы оқуға түсіп, 1984 жылы 10 жылдық мектепті Ғанимұрат атынан бітіріп, Құда қаласа, бүгін 40 жылдық мереке жиналып отырмыз. Мына ұстаздарымызға көп рахмет. Осындай біздерге тәлім, тәрбие беріп, халықтың, елдің ардагері болып, білімді және елімізге қызмет атқан көп ұстаздарды, профессорлерді шығарып атқан. Мына Өзбекстан еліне, Өзбекстан халқына көп алғыс. Мына Өзбекстан елін осыншалықты көгертіп, өндіріп, өсіріп, қазақ, өзбек деп ешкімде кем жарытпай, елдің арақашықтығына бір-бірімізге мейірімді болып жүруді Алла нәсіп етсін. Құда қаласа кейінгі тілектерімізде өсіп, өніп, осындай биіктерден көріне берсін. Елімізге, жұртымызға амандық, саулық тілейміз. Жақсы күндерде өстіп бас қосып, ағай туысқан болып жүре берейік. Ұстаздарымызға мың алғыс, ел жұртымыз аман болсын. Енді мен оқу бітіргелі бері Қазақстанда оқып сияқты жұмыс бабымен кеткенбіз, сол жерде қалып кеттік. Міне қазір кеп отырмыз. Біздің Өзбекстан еліміз көп өзгерістерге жетіпті, көп жетістіктер бар екен. Бұрынғы мектептер жаңаланған, ұстаздарың өте мықты, сауатты, және де тәлім тәрбие еліміз, жеріміз үлкейіп, көгеріп, әрдайым осы егемендікке бас қосып жүруді Алла нәсіп ете берсін. 40 жылдық мерекені тойлап жатқан түлектер Алтын Ұя мектептерінің белсенділер залын жөндеп, жаңалап берсе, 30 жылдықта тойлап отырған түлектер қаржылай көмек берді. Ал бітіргеніне 20 жыл болған түлектер де мектептің оқушыларына спорт киімдерін сыйлады. Оқытқан балдарыма қуаныштымын, сыртынан көріп, қуанып отырамын. Бүгінгі 30 жылдық шәкірттерім мектепке келіп отыр екен. Өмірлері ұзақ болсын. Өздеріне табыстар тілеймін. Мен өзім ағылшын тілінен сабақ бергенмін. Сол уақытта менің оқушыларым бұлар өте зерек, жақсы білген барлығы. Мына Айтмұрат оқушым олимпиадалықта облыста жеңіп шыққан. Басқа да оқушыларым өте жаңағыдай табысты жаңағыдай орындар иеленді. Өздері жақсы оқыған. Бұл классым менің 77-ші жылғы оқушыларым барлығы жақсы оқып, өз мамандықтарына ие болды. Биылғы бітіріп атқан жас түлектерге ауылымыздың көтеретін білімді, ілімді маман болып жетсе берсін, барлығы ауылдың қуанышына бөлейтін жастар болып жетсе берсін. Осы күн өзіндік өмірге қанаттанған оқушылардың өмірінде есте қаларлықтай болды. Балғын балалық кездерін, алғашқы ұстазын, жалындаған жастық шағын еске алып, бір жадырап қалды. Мен қуаныштымын. Осы мектепте оқыдық, өстік, өндік. Осы мектепке ұстаз болып келдім. 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық қонақтарымыз кеп отыр екен. Осы қонақтарымыздың жолын бере берсін. Біз әлі жас түлек екенбіз. 20 жылдан кейін апайларымыз, ұстаздарымыз, алғашқы ұстаздарымыз да 50 жылда да алдымызда жүрсін, ойнап күліп жүре беріңіздер. Осындай ауылда жасадық. Аллаға шүкір, ешқашан мен налымаймын осы мектепте оқығаныма, білім алғанына. Осындай ұстаздарымыздың, осындай үлкен-үлкен ұлағатты ұстаздарымыздың білімін алып, жаман болмай отырмыз. Құдайға шүкір, міне түлектеріміз еккен жемісіміздің мәуесін жеп жатырмыз міне. Осындай бас қосып жатыр 20 жылдықта мінекен шәкірттерім.
қуаныштымын. Тарыдай болып кірді, таудай болып шықты мінекей. Мына шәкірттеріме рахмет, 50 жылдық шәкірттерге рахмет, 40 жылдық, 30 жылдық шәкірттерге рахмет. Мен бұл мектепке 67-ші жылы келдім. Мына ұстаздармен бірге істескен шуақтарымыз өте алтын уақыт болған. Әзір міне жастарымызам жақсы тәрбиеленіп жатыр. Биылғы бітіруші түлектерге айтатын міне небір шөберлерін бітіріп жатыр. Сіздерге де жұғысты болсын. Үлкен оқу орындарына түсіп кетсін, бізге ұқсап кемпір шал болсын, бізге ұқсап өніп өсе берсін, шәкірттеріме ұқсап осындай мероприятияларды өткізе берсін, жетістіктерге жетсін. Тілегім сол. Еткен еңбегіңізге өткізген уақытыңызға жастық шағыңыз осы жерде өтті. Ризасыз ба сол күнге? Ризамын, осы жерде туылып, осы жерде өстім. Аллахыма шүкір. Мерекелік шара мерейтойға айналып кетті десек, әсте қателеспейміз. Онда аға буын көш бастаса, басқа да бітірушілер мен ауыл азаматтары оларды жан-жақты қолдап қуаттады. Ал мектеп ұжымы мен оқушылар бар өнерін паш етіп, келген қонақтарды қуанышқа бөледі. жыл осы ауылға келін болып түстім. Қайнатам осы мектептің іргетасын қаққан ұлағатты ұстаздардың бірі еді. 87 жыл осы мектепке шәкірт болып түстім. Содан мына есептегенде 40 жыл осы мектепте істеп, пенсиядан кейін де 5 жыл жұмыс жасадым осы мектепте. Қазір биылғы бітіріп атқан мына бүлдіршіндер менің алғашқы оқушыларым. Бастауыш сынып оқытушысымын, иә. Осы тілеулес мына оқушыларыма тілегім шексіз. Осы келатқан 20 жылдық, 30 жылдық, 40-50 жылдықтағылардай өз өмірлерін аттап атқан мына өмір жолын тауып алсын өздері, ілімді, білімді болсын, аңсаған армандарына жетсін деймін. Мына бүлдіршіндерге бұдан 20 жыл бұрын бітіріп кеткен сыныптастардың ішінде өзімнің қызым да бар. Оларға тілейтінім осы күйеу балам да осы мектепте істейді, қызым да бірге істедім осы. Иә, осы мектепте істедік, қызыммен бірге істедім. Аллаға шүкір, міне енді осылар осынша дәрежеге жетіп, бұл мектепке 20 жылдықтарға келіп, өздерінің еске алу күндерін еске алып жатыр екен. Құттықтаймын, дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын, өсіріп жатқан ұл қыздары бақытты болсын, солардың бақытын көріп, біз сияқты ұлағатты ұстаз болып пенсияларға шығып, қарылық несін сүре берсін деймін. Иә, уақыт керуеніне бөгет жоқ. Сағат сырғып, жылдар жылжып, өмір деген өте бермек. Биылда аталмыш мектептен көптеген шәкірттер түлеп ұшып қанаттанды. Оларда араға жылдар салып, аға әпкелері сияқты өскен ортасында жүзі жарық, мерейі үстем болып бас қосады деп үміттенеміз. жатқан оқушыларым бар, алдыңғы бітірген түлектер бар. Дендері сау болсын. Жұмыстарында табыстар тілеймін. Аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Президентіміздің осындай шарайт жаратып қойғанына мыңда бір алғыс айтамыз. Барлығымызда осындай жақсы күндерге Алла жеткізіп жүрсін. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Барлығымыздың қанадандарыңызда тыныштық, қатыржандық болсын.
жанда оралмай кеткен сағынды алтын ұяны біріні тартып балаңа сенгенің үшін бір сені артып біздерге келгенің үшін сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін мың алғыс саған ұстазым мың алғыс саған білімнен не бар бағалы ғаламда мәнді ұстазы қалар үлгі боп адамға мәңгі аядай мектеп өсірді азамат етіп аяулы ұстаз әр сөзің санамда қалды біріні тартып балаңа сенгенің үшін бір сені артып біздерге келгенің үшін сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін мың алғыс саған ұстазым мың алғыс саған алысқа қаққан ақ қанат арманым үшін шәкіртің үшін атырған таңдарың үшін арқа сүйейтін ар тұлға болғаның үшін мың алғыс саған ұстазым мың алғыс саған біріні тартып балаңа сенгенің үшін бір сені артып біздерге келгенің үшін сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін мың алғыс саған ұстазым мың алғыс саған мың алғыс саған ұстазым мың алғыс саған туған жер, адал дос, балғын балалық шақпен алғаш қолға қалам ұстатқан ұстаздар. Ағайын, араға жылдар салып сонау сағынға айналған жылдарды қайта елестеу, қайта көз алдымызға келтіру қаншалықты бақыт десеңізші. Ардақты ағайын, бүгінгі дайындаған бағдарламамызда сіздерді сонау сағынға айналған жылдарға қайта оралқан болсақ, мақсатымыздың орындалғаны деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.